Сәлем достар, қалайсыңдар? Осындай куклаларды тегін берсе алар ма едіңіз? Мен алмас едім. Қандай қорқынышты, иә? Бұл кукланың аты Чаки екен. Сатылымға шыға салысымен тез өтіп кеткен куклалардың бірі екен. Әлемдегі ең қорқынышты куклаларды бірге тамашалауға дайынсыңдар ма? Комментарийға жазып кетіңдер. Қандай қорқынышты, иә? Даусын шығармай сөйлейтін және сыбырлайтын куклалар бар екен. Сыбырлайтын кукла. Түріне қарасаң дым қорқынышты емес, бірақ жібінен тартсаң сөйлеп сыбырлайды екен. Неше түрлі куклалар дамып кеткен. Бұл кукланы ата-аналар балаларына алып беруден бас тартыпты. Қараңыздаршы, түріне қарасаң түк те қорқынышты емес. Бұл кукланың қалай сыбырлайтынын көріңіздер. Осындай кукла көргенсіздер ма? Оған не берсе де жей береді. Бір күні адамның шашын да, қолын да бәрін жей беретін болған екен. Сондықтан ол кукланы сатылымнан алып тастаған. Қараңыздаршы, үлкен адамның қолын, шашын бәрін жеп жатыр. Осындай кукла алар ма едің? Балаларға қауіпті болғаннан соң кукланы сатылымнан алып тастады. Мә, достар, мынаны көргенде шок болдым ғой. Еметін кукла көргенсіңдер ма? Қазіргі заманда барлығы бар, бірақ біздің кішкентай кезімізде ондай болмаған. Ата-аналар пікірі екіге бөлінді. Жоқ, бұндай кукламен балалар ойнауға болмайды десе, екінші ата-ана жоқ, ойнасын, көрсін, балаларымыз дамысын деседі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Егер дүкенде осындай ойыншық сатылса, алар ма едіңіз? Пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сыбырлайтын кукла. Мә, түрі не деген қорқынышты, иә? Бұны негізі шығарған мақсаты адамдардың жанын ашыту екен. Мұны көрген адамдардың жаны ашысын деген мақсатта шығарған. Бірақ бұны көрген адамдардың ешқайсының да жаны ашымаған екен. Топ-томылақ қып-қызыл көздері және үлкен бастары өте жаман көрінген екен. Содан адамдар не деген жаман, қандай жаман, өте нашар деп ешкім ұнатпаған да және жаны ашмаған да екен. Міне тағы да бір жылауық кукла. Бұл енді қазіргі замандағы кукла екен. Шприцпен су жіберсе, көзінен жас шығады екен. Адамдардың ойлап таппайтыны жоқ, өте керемет, әдемі кукла,